Guys, biz o'ynaymiz adetdagidek. Let's go. Ағылшамды шашқаныма I'm sorry, кешірім сұраймын, өзімше қазақтың тілімен баса берейінші. Солай өзімше бүгін бір настроениемен тұрдым, но бірақ бүгін настроение менің слабый болды. Өйткені осылай газды жинап жүріп, үйде жинап жүріп, сіздерге не істегенімді бүгін айтып берейін. Мен бүгін үйттім, бүйттім, бұнан жинадым, үйттім демей қойын қыздар, мен бүгін действительно шаршадым бар ғой. Кәдімгідей мен бүгін андай дым үй жинайтында немді еш нәрсеге желанием болған жоқ. Тек әшейін осылай шай-пайды ішіп, шайдың орнын жинап, тек салбырақтап жүрдім. Ондай күн сіздерде бола ма? Менде анама сондай менде бір айына 1-2 рет сондай күн туып тұрады, андай бір мұңға батып, декретте екен есіме түсіп кетіп деген сияқты сондай тірліктер болып тұрады менде. I'm sorry. Қойшы, ағылшыншамды шашпай, қазақшамды сөйлей берейінші. Сіздерге құротпай қызық айтып берейін де, енді бұйырса Алла қаласа бір айдан кейін шетелге шығамыз ғой. Сөйтсем күйеуім айтады да, тіл үйрен дейді да маған, тіл үйрен. Оп-оңай ғой, үйреніп алса еш тақпайды қойшы маған ше. Бір сөйлей алмайтын да, бірақ маған деді ғой, оп-оңай ғой, испан тілі, ағылшын тілі оп-оңай ғой, үйреніп ал деп қояды, бірақ өзі де сөйлей алмайды. Сол маған айтады, үйреніп ал деп. Соны сіздерге өзімше I'm sorry бейдем ғой, барған кезде please деп айта берем деп, sorry деген білетін 2-3 тілім бар деп соны айта берем деймін ғой. Но бірақ настроением жоқ болса да шетелге түсіп кететін, баратыным есіме түсіп кетеді. Резко неден 1%-дан 99-ға көтеріліп кетеді ол настроением ше. Қой, әңгімемді ауыстырмаймын, мен кәдімгідей жаттығуымды жасап жатырмын, мен қалдырып жатқан жоқпын. Молодец болып жатырмын ғой. Мен негізі үзбей көретіндер бар ғой, мен негізі көбіне қолмен жасаймын ше, жаттығудан андай иықтарға ше, көбіне менің сол жерлерімді кетіруім керек. Менде аяқ кетіру, бел кетіру деген жоқ. Менде көбіне сол жоғары жақта мынандай иық жақтарым бар екен да, соларды кетіруім керек. Особенно былай қатты майым жоқ қой, өзінің весі жетпіс екенде шаруасы жоқ дейсің ғой. Менде тек семірсем сол жоғары жағым сразу қосылып кетеді да, сол үшін мен жоғары жағыма көп жаттығуды жасаймын. Мана бірінші видеода асықпай көріп алдыңыздар ма, тастаған ба весті, сосын маған лайктарыңызды аяйсыздар ма, осы сіздер маған деп ұрсайын ба? Неге лайктарыңызды аяйсыздар? Лайктарыңызды басып кетсеңіздер, комментарийларыңызға мен бармын, мен көрдім деп, мен сіздердің көргендеріңізді чтобы не етіп отырайын. Сосын, кстати, ертең белсенді, өмірі маған белсенді болып отыратын, комментарийді жазып отыратын, жақсы тілектерін айтып отыратын күшті оқырманыма мен сіздерге аттым, бір подарка аттым сіздерге. Шетелден бір подарка аттым. Давайте сондықтан андай активный болып мені қолдап, қолпаштап отырыңыздар. Білмеймін, бүгін дым настроением болмаса да сіздерге білмеймін, күшті қылып әңгіме айтып отырмын ғой. Бірақ действительно бүгін ештеңе істеген жоқпын, тек шайдың орнын жинап, екі баламен ұлымды садикке де жіберген жоқпын. Сосын балалармен 2 баламен қосылып ұйықтадым. Сосын тұрдым да сорпа салып қойдым да әшейін жүрдім балалардың артында еріп. Не істеп жүргенімді өзім де білмеймін, бірақ ше. Сосын сіздерге живой озвучкамен салған ұнайды екен, сондықтан келесіде живой озвучкамен салам.